Сәлеметсіздер ме балалар, мен есімім Азимбаева Маржан, мен сіздерге құқық негіздері пәнінен мұғалім боламын. Бүгін біз сіздермен ChatGPT-дің құқық негіздері сұрақтарына қаншалықты дұрыс жауап беретінін көрейік. Олай болса балалар, сабақ онлайн платформасынан біз құқық негіздерінің сұрақтарын алып көрейік. Ең бірінші сұрақ бізде А деңгейлік сұрақ, ойлаймын енді бұған дұрыс жауап беру керек деп. Қазір көрейік. Бірінші сұрақтың жауабы балалар бізде адамзаттың жалпыға бірдей декларациясы деп жауап берді. ChatGPT-дің айтуы бойынша мен енді бұл сұрақпен келісе аламын ба, келісе алмаймын ба соңында көреміз. Жалпы бірінші сұрақ бізде А деңгейлік болған соң, сіздер де бұл сұрақтың жауабын көріп отырсыздар деп ойлаймын. Екінші сұрақ тоже бізде А деңгейлік сұрақ екен, ең оңай сұрақтар, бұларға дұрыс жауап бере аласыздар деп ойлаймын. Сонымен балалар, өздеріңіз көріп отырғандай, екінші сұрақтың жауабын бізде басында ағылшынша беріп отырды, бірақ түсінікті деп ойлаймын. Соңында біз қазақша жауап беріңіз деген кезде заң шығарушы орган, ол парламент деп жауап берді. Біз бұнымен келісеміз ба? Иә, біз бұнымен келісеміз да, себебі бұл бізде өте оңай сұрақ. Келесі, олай болса үшінші сұрақты көрейік. Сонымен балалар, бізде үшінші сұрақтың жауабын алдық. Үшінші сұрақ азаматтық іс жүргізу негізгі институттарын бізде кінәсіздік презумпциясы деп көрсетті. Бұл тоже бізде А деңгейлік сұрақ. Келесі бізде сұраққа көшейік, төртінші сұраққа. ChatGPT қателеспесем С деңгейлік сұрақтарға қарай қазақ тілі ауырлаған сайын қате жауап беру мүмкіншілігі жоғарылайды екен. Үшінші сұрақтың жауабын балалар ол азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау үшін ынталандыру болып табылады деді. Сұрақ бізде Қазақстан Республикасының құқық қорғау қызметін қолдаудағы азаматтық қоғамдағы рөлі деп сұраған болатын. Бізде С жауабы дейді. Келесі төртінші сұрақты көрейік. Төртінші сұрақ бізде жалпы адам құқықтарын бостандықтарын қорғаудың негізгі орган. Бұл тоже бізде өте оңай сұрақ балалар. Бұл сұрақ жалпы мектепте жиі, ОБТ-да жиі келетін бастапқы А деңгейлік сұрақтардың бірі. Сол себепті ChatGPT тоже бұның дұрыс жауабын табады деп ойлаймын. Бұның дұрыс жауабы балалар Қазақстан Республикасының жауабы С деп айтты. Қазақстан Республикасының президентінің жанындағы адам құқығы жөніндегі өкіл бізде негізгі адам құқығы жөнінде қорғайтын орган деді. Келесі алтыншы сұраққа өтейік, олай болса. Сонымен балалар бізде төртінші сұрақ болатын. Төменде аталған халықаралық құқықтың қандай қағидаттары Қазақстан Республикасының халықаралық саладағы қызметіне әсер етеді деп жазды. ChatGPT-дің жауап беру бойынша мемлекеттің аумақтық тұтастығын қамтиды деп айтты. Ол бізде тоже С жауап екен. Өте қызықты зат, бізде тек қана жауаптың дұрыс жауаптардың барлығы С болып жатыр. Балалар бізде бұл сұрақтың жауабы әділет контекстінде кінәсіздік презумпциясы деген дәлелденбеген кінәсіздікпен тең дейді. Жалпы бұл презумпция туралы құқық таңдаған балалар өте жақсы біледі, яғни адам өзінің кінәлігін дәлелдеуге қажеті жоқ. Бұл бізде кінәсіздік презумпциясы қылмыстық құқықты өткен кезде алғашқы болып өтетін тақырыптарымыздың бірі. Ол бізде қағидат деген принцип. Жалпы қылмыстық кодексте естеріңізде болатын болса, әділеттілікке өте қатты негізделген, яғни адамды өтірік жазалауға болмайды деп айтады. ChatGPT-дің айтуы бойынша тоже солай екен. Келесі сұрақты табайық. Сонымен балалар, келесі сұраққа келетін болсақ, өз ісі бетінше қарау құқығы туралы айтылатын сот принципі дегеніміз айтады, ол бізде соттың тәуелсіздік қағидаты деген. Өз бетінше деген сөзді жиі естіген шығарсыздар, мүмкін ата-аналарыңызбен өз бетінше шешім қабылдау, яғни өзі еркін түрде шешім қабылдау тәуелсіздік қағидаты деп аталады екен. Келесі сот шешімі судьяның жеке сенімі емес заңға негізделу керек дегенді білдіретін қағидат дейді. Жалпы қағидаттар жиі сұрап жатыр екен, көрейік. Сонымен балалар бізде 9-шы сұрақтың жауабы сот шешімі судьяның сеніміне емес заңға тәуелдену керек деген заңдылық қағидаты деп аталады. Біз онымен келісеміз, себебі заңдылық деген барлығы заң бойынша жүру керек деген білдіреді. Заңдылық қағидаты ол тек қана сотқа ғана емес, барлық жерде біз заңдылық қағидатын сақтаймыз. Яғни адамды ойымызбен өзіміз жазалай алмаймыз. Самосуд деген дұрыс емес. Келесі, Қазақстан Республикасының кандидаттарын тіркеуге парламент немесе мәжілісті сайлау өткізуіне жауапты орган. Жалпы парламентке кім жауап береді екен? ChatGPT-ден сұрап көрейік. Бұл тоже оңай сұрақ деп ойлаймын. ChatGPT-дің айту бойынша ол Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы екен. Бұл комиссиямен сіздер жақында таныс болдыңыздар, себебі Қазақстанда жақында референдум өткен болатын. Сол референдумды өткізген Қазақстан Республикасының орталық атқару комиссиясы 15 миллиард
теңге құртты. Дәл осылай бізде ChatGPT айтып тұр, жалпы біз сайлауға осынша ақша құртады екенбіз, орталық комиссияның айтуы бойынша. Сонымен балалар, тест аяқтап көрейік, жалпы ChatGPT құқықтан не біледі екен, 10 сұрақ талқыладық. Так, көрсек. Бізде ChatGPT 8 сұраққа жауап берді, оның екеуіне қателесті. Мен ойлаймын, ол қателескен сұрақтар как раз таки бізде Б деңгейлік сұрақтар екен. Сонымен балалар, сіздер сабақ онлайн платформасында осындай тесттермен дайындала аласыздар. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай қатемен жұмыс жасауға болады. Жалпы не айта аламын? ChatGPT мен сіздер өте оңай сұрақтарға жауап бере аласыздар. Жалпы құқық таңдайтын балалар біледі, ол құқық деген өте ауыр әдеби қазақ тіліндегі сөздердің құрылымы, яғни формальды анықтылықпен жазылады. Сол себепті Б немесе С деңгейлік сұрақтардың жауабын ChatGPT мен емес, тек оймен таба аламыз деп ойлаймын. Сол себепті балалар міндетті түрде кітапты ашып, сабақты оқимыз. Сау болыңыздар.